Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бұл Бакру, мен бүгін Майнкрафтта ойнайтын боламын. Достар, мен бүгін Майнкрафтта супер плоский ойнайтын боламыз. Яғни достар, мен выживать ететін боламын, только мен тым жоқ мерда. Иә достар, бізге әрине сундук керек, әйтпесе мен сундуксыз вообще не выживать ете алмаймын, өйткені менде дым болмайды достар. Ойланыңдар, ол бізге деревья керек, өйткені біз ағаш жасаймыз да, сосын барып не істейтін боламыз. Қазір арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Мен қазір бәрін сындырып қояйық, бұлар маған керек болады. Мен бірінші кезекте мен өзімнің ағаштарымды егіп тастайын. Иә достар, ағаштар маған өте керек кетеді. Мына жерге, мына жер нормально. Енді мен едіні выныстып мобтарды өлтіріп тамақ жасайтын боламын. Керек еткені мен төсек жасауға керек болады, және аш қалмау үшін өлтіремін достар. Тамақты тез таба аласың, зато қарның ашпайтын болады. Қараңдар, бұл әлемде дым жоқ, мобтардан басқа боқта жоқ достар. Қазір мен үй жасау үшін жерді тесем, өйткені жерге бар, жердің астында ма ұйықтайтын болам. Лопата керек, меч, блин, чё, скажи мне доски, что за фигня? Біз жасасақ үйді примерно мына жерге жасайық. Так, йоу, былай тұрыңдаршы, өтінемін. Достар, міне көріп тұрғаныңыздардай міне үйімді уже жасап болдым. Енді маған верстак қою керек. Верстак қойна, верстактың бұнынан жауып сияқты. Лестница керек болады ғой бізге, иә. Қай жерге жасасам болады. Көріп тұрғаныңыздар, обсидиан қатты ештеңе болмайды, не көрдіңіздер ма? Міне қараңдар, мен мына жерде уже лестница жасап отырмын достар, өйткені маған осындай выход шығу әрине бөлігіне кіреді. Неге келмейді? О, біздің бірінші ағаш достар. Достар, біздің бірінші ағашымыз уже өсіп қойды. О, жақсы болды. Жақсы болды. Бұл біз үшін үлкен плюс. Қазір достар, бізге ағаш немесе палка түсу керек. Сол үшін барлығын